Зейін Шашкин, доктор Дарханов романы. Жоқ, неге, істей бер балам, біздікі әйтеуір сақтықта. Осымен бұдан да құтылдық. Сағила екеуміз үйге кеп ішек сілеміз қатқанша күлдік. Шынымен сенгеніме дедім Сағилаға. Сенбегендеш, біздің әке аңқау. Әкесінің аңқау екенін көп ұзамай мен де аңғардым. Осы оқиған ертеңінде түнде Сағиламен әдеттегідей қабырға арқылы қоштасып, жасы ұйқы жайлы төсек тілеп аяқтай бергенімде, ұйықтай алмай жатырмын, деді Сағила. Неге? Ар жағын ақырын оқысам да сенің кіремедім. Қайталап айтшы деймін, тағы да тақылдатып. Жалғызсырап деген сөзді түсінбейсің бе, деді ол. Келе ғой қасыма, дедім әзілдеп. Қазір, дедім. Жүрегім тулап алқымыма тығылды, жата алмадым. Атып тұрдым да есіктің тиегін ағытып қойдым. Мынау не деген өжет қыз? Әзілдеген шығар. Әке шешесі біліп қоймай ма? Қайтадан төсегіме жатып тына қалдым. Көрші үйдің есігі сәл ашылғандай ма қалай? Бұл келісті қалай ұғуым керек? Ойым өрістемей үзілді. Есік ашылды. Сағила жетіп келді де сып етіп қойныма кірді. Қараңғыда құшағымыз үнсіз айқасып аймаластықта қалдық. Осы бір түнде өз арымның алдында кешірілмейтін күнә жасадым. Сезім құрғыр ұшқалақ та соқыр көбелектей отқа түсіп, қанатын күйдіріп алатын әдеті. Мас адамдай еліріп жатып Сағиланың «Мені қайтесің енді, масқара болдың ғой» деген сөзіне «Үйленем» деппін. Ол қашан десе, мен 10 күннен соң деппін. Осы сөзді айтарым айтсам да ұмытып кеткем екем. Бір күні қызметтен келсем, Сағила шешесі екеу менің үйімде жүр. Төсек орнына киім-кешегін алып, бір жолата көшіп келген. Үйді жинап, стол үстіне түрлі тағам толтырған. Мен әкесін тосып отырған көрінеді. Не дерімді білмей, есік алдына сілейіп тұрып қаппын. Түсім өзгеріп кетсе керек. Сағила жүгіріп кеп мойнымнан құшып «Ниязка, уәдеңді орындадым», деді бетіме бетін тақап. Мен қайтерімді білмей дел сал боп самарқау шешіндім. Шешесі мен күйімді түсінгендей маған жалтақтай қарап, «Бұл не шырықтарым-ау» дегендей сол қолына иегін төсеп көзін менен алмайды. Сағила да сезгеніммен рай бермеді. Сыпылдай сөйлеп стол үстін реттей бастады. «Қазір папам келеді, соң өзіміз отырамыз» деп билеп төстеп басқарып әкетті. Баяғы бір айта салған қапы сөз енді есіме түсті. Уәделі күн өткен, менің тарапымнан қайран болған соң Сағила өзі шешкен. Ал сонда қызды қалай түсінуге болады? Не айлалы қу қызда, не әдет ғұрып жөн жобадан ада өмірге киімшең келген қыз. Ол қыз білмей қойсын, шешесі неге ақыл айтпайды? Байқаймын, қыз бен шешесі де жайдары жүзбен көтеріңкі сөйлеп қимылдай бастады. «Сағызжан, мен әлгі бәлішті әкелейін» деді ол сатыдан төмен түсіп бара жатып маған тағы да бір көз тастап. «Черт с ним, болар іс болды, бояу сіңді. Бұл қызды енді үйден қуып шыға алмаспын. Не болса да көрдім» деп іштей буынып, түйініп, жеңді сыбанып жіберіп мен де кірістім. Іле әкесі келді. О да білген екен. Сол түні әке шешесінің батасын алып, ертеңінде ЗАГСке барып тіркеліп те үлгердік. Үйленгеннен кейін бірінші ай орыстар айтқан
медовый месяц, балдай тәтті ай есімде мәңгі сақталды. Бірер сағат көрмесем аңсап, есі дертім сол сағила болады. Көзімнен таса қылғым келмейді. Қызмет ақырын асыға күтем. Күн ұзақ, түн қысқа сияқты. Қызметтен келе құшақтасып сүйісеміз. Содан таң ата бір-ақ ұйықтаймыз. Кей түнде ас ішуді де ұмытып кетеміз. Кей күндері Сағила қызметке де бармай қалады. Ансамбльдің бастығы үйге кеп реніш те білдірді. Концерттің болмай қалғанына сен айыптысың деп ащы сөзге де барды. Оны тыңдаған біз жоқ. Ертеңде баяғы әуенге қайта басамыз. Сөйтіп бір айдан аса бере ес жинадық. Сағила тіршілікті алдымен үйден бастады. Сән түзеп, жетіспейтін заттарды саудагерлерден іздеп базар аралады. Үйленсем деп сақтаған азын аула қорым бар еді. Кілем, деді ме, комод деді ме, қалтамның түбін тақырлай қақты. Оның елең қылған мен жоқ. Игілікке жиған ақша игілікке жұмсады. Несі бар? Көңілді Сағила үйдің ішін бұрынғыдан да жиһаздап жинады. Кірсең шыққысыз. Бірлі жарым келіп кеткен құрбы құрдастар таң қалды. Апырай, сағыш бақытты. Көрдің бе? Ілесте үй боп шыға келгенін. Пәлен жыл өмір сүрсек те мұндай дүниеміз жоқ, деп жеңгелері де сыбыр-сыбыр етеді. Үйден үйге балаша секіріп әңдетіп жүрген Сағилаға қарап мен де қуанам. Бақытты тұрмыс құрдым-ау осы, деп іште өзіме риза да болам. Орыстың бір әзіл өлеңі де есіме түседі. Үйің болса, үйді ұстайтын ұқыпты әйелің болса, ертемен жадырап тамақ ішіп қызметіңе барсаң, одан артық не керек? Я, осы бір әзіл тұп-тура маған арнап айтылған сияқты. Терезе алдынан зымырап өткен пойыздай күн артынан күндер өтті. Мен ерте қызметке барам да сағат 3-те үйге қайтам. Түскі асты ішіп бірер сағат ұйықтап тұрысымен қара күрең шай ішем деп көшеге шығам. Бұл кезде Сағила кешкі концерт өткізіп жатады. Аяндап алып қайтам. Біз үйге кеп жеткенше түнгі 12 болады. Тыныш та рахат өмір. Айнаға жиі қарап өзіме өзім ризалық білдірем. Кере қарыс маңдай, кішілеу келген қыр мұрын, күлімдеген әдемі қара көз жігіт. Бұғағы шыға бастаған. Бұрын оқып жүргенде талдырмаш, нәзік едім. Енді қарным қампиып, жыл сайын денем толып келеді. Бас дәрігер әлі де соқтанып қояды. Бірақ соқтықпай қызметімді тып-тыныш атқарып бетегенден биік жусаннан аласа болып жүре бердім. Адамда нысап жоқ. Бір күні төсекте жатып Сағила: «Нияска, үстімде киімім жоғын білесің бе?» дедім. Даусынан бұрын сезілмеген олқылық тапқандай болдым. Жоқ, расында киімің жоқ па еді? Құдай адамға көзді неге бітірген? Көрмейсің бе? Мен әзіл ғой деп бұл өз сөзіне мән бермедім. Не киім керек? Доктордың әйелі сүмірейіп жүдемей жарқырап көзге түсіп жүргені келісті. Түлкі жаға драп пальто, ақ боты, пан барқыт көйлек, алтын жүзік, алқа, алтын сағат, ар жағын шұбыртып айта берер дегендей сөзін бөліп жібердім. Ойбай, ондай ақшаны қайдан алам? Доктор кісі ақша таппай ма? Тіс салатын көрші дәрігер қалай жақсы тұрады? Көрмейсің бе? Жақында екінші үй салып алды. Сен де істе, үйге шақырып прием жасам. Мен шошып кеттім. Сағызжан, мен прием жасап үйде емхана аша алмаймын. Ол мен арыма сыймайды. Арына сыймаса отыр осылай, бұғағынды түсіріп. Бұл сөзі маған жаман батты. Бірақ жанжал шығып кете ме деп үндемедім. Ол күнгі сөз өні осымен бітті. Мен де ота бұл
тақырыпқа қайтып оралмадық. Ертеңінде қызметте жайлы орнығып отыра алмадым. Қысқы даланың ақ қар бұрқасынындай әлсін-әлсін бұрқаған ой көңілді алаңдата берді. Ақша қайдан табам? Бас дәрігердің кабинетіне кірсем, жалғыз отыр екен. Я сәт оңаша сырласып бір тіл табыссам. Я доктор Жолдас қалай үйленді деп естідім бе? Деп ол күлімсіреді. Баяғы ызғары білінбейді. Жылыған секілді. Бір жыл боп кеткен істі жаңғыртасыз-ау, жақында балам да болады. Біз әлі тойды тосып жүрсек, уақасы жоқ, 2 тойды бір қосып жасарсыз, деп күлді ол. Өзімді дара ұстап, жекеленуімнің қате екен сезініп ұялып. Әлбетте, дей бердім. Шаруаңды айта отыр, коллега. Айтсам ақша жетпеуге айналды. Семьяның аты семья. Бас дәрігер сәл ойланып, басы артық қазір орын жоқ деді. Мүмкін сен темір жолға барарсың. Әнеу күні солар бізге 3 сағатқа ларинголог керек дегенді. Одан бері кісі алып қоймаса, мен біліп қояйын, ертең хабарлас. Қуанып үйіме қайттым. Басы артық қалада ларинголог жоқ, қайтадан оңай таба қойды дейсің. Бас дәрігер бұл жолы маған мейірімді, ақкөңіл, адал адам сияқты көрінді. Тегі мен өзім бе түсінісе алмай жүрген кім білсін. Бірақ бұл қуанышым су сепкендей басылды. Сағыз шырай бермеді. Күндегідей алдымнан шықпады, мойнымнан құшпады. Сыпайы салқын асты столға жасап берді де өзі қызметіне кетіп қалды. Жалғыз адамның тамағынан аз өте ме? Шала шарпы іштім де темір жолшылар емханасына барып түстен кейін 3 сағат істейтін боп келісіп, аяңдап ертістің жиегіне бардым. Павлодар Қазақстанның ешбір қаласына ұқсамайтын ерекше қала. Қаланың құрылысы, үй салысы, архитектурасы емес, халқының мінез құлқы бөлек. Айрықша көзге түсетін бір қасиеті еңбек сүйгіш, үлкен кіші демей, ертеден кеш не заводта, не пристанда жұмыс істейді. Жұмыстан оралған соң күн батқанша қала шетіндегі немесе ауласындағы бақшасын күтіп бағады. Біріне бірі жиі араласып, айғай сапырылысып және жатпайды. Жай күнде мас боп жүрген бейсауыт бір адамды көрмейсің. Тәртібі өте күшті. Қас қарая қақпам, терезені жауып, үй шаруасына кіріседі. Бақшадан қолы босаған жастар ертіс жиегіне барып, қайық теуіп ән салады. Түн ортасы ауғанша үйдің алдында күбір-күбір сөз, махаббат жырын шертетін қыз бен жігіт. Осындай тәртіпті де салмақты халықты мейрамдарда көрсең, қаланың астан кестенің шығарады. Думан, шу, ән, күй қаланы басына көтеріп, ертістің ар жағындағы орманды жаңғыртады. Осы бір ойдың жібін тарқатып өзен жиегіне келсем, бір топ адам паромға мініп жатыр. Әзіл күлкі, сол думанның арасынан Сағиланың даусы жекеленіп, мен мұңдалап шақырып тұр. Өз құлағыма өзім сенбедім. Елес болар. Ықылас сала құлағымды тағы да тіктім. Сақылдап ұза күлетін әдеті де сол Сағиланың күлкісі. Әне бір көк ала жемпір киіп домаланып жүрген сол емес пе? Бұл қайда барады? Маған неге айтпайды? Жүрегім дүрсіл қағып ашу керней бастады. Жанына жетіп барып жанжал шығарып үйге алып қайтсам ба? Және езау, балалық мінезден арылатын уақыт жеткен жоқ па? Қызғану тағы адамға тән, көзі ашық, білімді азаматқа ондай қылық қорлық екенін білесің бе? Егер де сені алдап жүргеніне көзің жетсе, үн-түн жоқ, айрылыс та кете бер. Өзімен іште кеңесіп, тоқтау салып үйіме оралдым. Түн ортасында Сағила
қайтты. Екі беті дуылдап, көзі мөлтілдеп үйге рухтана кірді. «Я, қайда жүрсің, достым?» Мен өзімді баса алмай сыр білдіріп алдым. Даусым сәл дірілдеп шықты. Сағила шап беріп мойнымнан құшып шөп еткізіп сүйіп алды. «Сен мені іздеп театрға бардың ба?» «Бардым». «Не деді?» «Өзің айт, қайда болғаныңды, біреудің не дегеніне нең бар?» Біз ертістің ар жағына өтіп, 7-ші ауылға концерт беріп қайттық. Асығыс болып саған айта алмай кеттім. Айтпады ма, вахтер? Көңілім орнына түсіп, бұлтты ыдыраған күнде жадырай бердім. Қосалқы қызмет істемек болғанымды айттым. Сағила қуанғаннан шөп еткізіп тағы да бір сүйіп алды. Екі жерде істеу оңайға түспеді. Бірін бітіре сап, кез келген асханадан жеңіл желпі тамақ жеп, дірдек қағып, қаланың шетіне қарай екінші емханаға жүгірем. Одан қалжырап, иығым салбырап үйге жеткенше түн болады. Алғашқы кезде үйрене алмай қиналып жаман жүдедім. Шертиіп шыға бастаған қарын тартылып, көп ұзамай бәйге атындай жарадым. Өзімді өзім айнада көріп шошып кеттім. Өңім құп-қу, жас шағымда бетімде аздаған секпөл болушы еді. Сол қайта шыққан көзім бұрын қара сияқты еді. Енді түсін өзгерткенде қоңыр ма немене танымайды қалдым. Мұнша неге жүдедім? Сағила бір күні төсекте жатып: «Нияска, мен 2 қабат боп қалыппын», деп еңкілдеп жылап жібергені. Мен жалма-жан қуанғанымнан бетін көзін ернін сүйе бердім. «Айналайын, неге жылайсың?» Әдетте әйел қуанып күйеуіне үлкен сыр ғып жеткізуші еді. Бұл не қылық? Жоқ, әйел қуанғанда Сағила сияқты бүртиіп жек көре итермелеп жыламайтын болар. «Айтшы, күнім, не істеймін? Мен бала таба алмаймын. Неге? Кішкентаймын. Мен дәрігермін ғой, бір жолын табармын». «Жоқ, баланың әзірге керегі жоқ. Түсінбеймін, Сағыш». Осы түннен бастап екеуміз тағы да ерегестік. Ол алдырып тастаймын деді. Мен көнбедім. Ақыры мен жеңдім. Заңмен жағында да ол сотталып кетесің деген соң бапкаларға бара алмады. Бірақ менің мінезімнің шет жағын сезіп қалды. Бір қисайсам, сіресіп айтқанымнан қайтпайтыным оған ұнамағандай. Іштей сыр түйіп, бұрынғыдай ашылмай сақтанып та жүретінді шығарды. Дәл босанардан 2 күн бұрын ол маған: «Егер осыдан өліп кетсем, кінәлі сенсің», деді. «Неге, Сағыш?» деппін сасқанымнан. «Анада ескерткем енді көлгірсіме. Мен сені өлімге берем бе, Сағышжан? Сен құдай емессің». Шынында, бұл неге үрейленіп қорқа береді? Акушер дәрігерге барып ақылдасып ем, ол бұрын Сағиланы көрсе керек, біледі екен. Бірінші босанатын әйелдің бәріне тән қауіп. Ал Сағиланың үрейленуі заңды, себебі сүйекті әйел емес, денесі құшық, баланың жатқан жері тар, сақ болайық деп ақыл салды. Я, бұл жағын ойламасам керек. Осы сөзден кейін жаным қалмады. Толға қысып кетіп, тез жеткізе алмай әуре болам ба деп те үйреленем. Сағила аман есен босанды, қыз бала тапты. Сағилаға ұқсас болсын деп атын Сәбила қойдық. 6 айға жетпей емшектен шығарып шешесінің қолына берді. Сөйтіп баламды өз үйімде әлпештеп қызықтай алмай, күнде қайын атамның үйіне барып телміріп отыратынды шығардым. Тек бар медеуім өсіп, ес білген соң қолыма алармын болды. Сағила бала тапқан соң бұрынғыдан бетер құлпырып, әсемденіп алды.
мүшелері сараланып, сымбат тұлғасы көзге ілінді. Екі жерде істеген соң ақша да жинала берді. Сағышты судай жаңа киіндіріп, жаз болса үстіндегі гүлді жібек көйлек, қолда ақ биялай, аяқта сүт түстес туфли, қыс болса кигені түлкі салған қаракөл пальто, аяқта ақ боты, тілегін орындады. Оның қабағы өз үйімнің ауа райын көрсетіп тұратын барометріне айналды. Ол ашуланса, ренжіп, мұңайса, үйімнің берекесі кетіп, өзім пұшайман боламын. Ол күндері тамақ та әзірленбей қалған құтқанды жеп қисая кету әдетке айналды. Ол түні Сағила кеш қайтады. Тегі менің нервіме ойнап, әдейі жанымды қинай ма деймін. Мен де ұйықтамай тосып жатам. Келісімен бас сап, құшақтап, аймалап, күйіп жанам. Ол шаршап келдім, қойшы, пожалуйста, деп кеудемнен итереді. Мен қарсы дау айта алам ба? Рас, ұзақ күнге бір дамыл алмайды, деп іштей аяп та қоям. Сағыштың мінезі құбылмалы, дәл күзгі күнгі Баян тауының басындағы бұлт тәрізді. Күтпеген жерден жанжал шығарып, көз жасын оп-оңай сығып алады. Сонда не үшін сөз көтерді десем, ұсақ түйек кәкір шүкір. Үй болған соң бірде тамақ уақытында піспей қалады. Енді бірде примус жағатын керосин таусылып қалады. Соған ескерту жасасаң, шу көтереді, жылайды. Ақыры жауапты мен боп шығамын. Тегі нерві тозған көрінеді. Жазда курортқа жібермесе болмас деп өзіме өзім ақыл салам. Баяғыда екеуміз сыр шертісіп, сылқ-сылқ күліп, түн ортасына дейін болашақ өмірге қиял жүгіртуден қалдық. Көбіне ол теріс қарап ұйықтайды. Өміріміздің сиқы осылай келіспей жүрген кезде аға дәрігер шақырып ап маған Москваға білім жоғарылататын 6 айлық дәрігерлік курсқа бар. Профессор Преображенскийдің клиникасына бір орын берді дегені ғой. Жармаса түстім. Сағила жеке қап бір ойлансын. Жалғыздықтың дәмін татып, толқымалы мінезін сабасына түсірсін. Соң ретін тауып Москваға алдыртайында театрларға апарып тамаша қызық көрсетейін деген ой сол минутта жер әлемін аралаған ракетадай миымды бір аралап шықты. Әрине, бұл жоспарымды Сағилаға айтқаным жоқ. Тек мен ертең Москваға жүрем дедім. Сағила шарайнаның алдында бұйра шашын тарап тұр еді. Бар денесімен бұрылды. Москваға? Таңдана да қуана қарады бетіме. 6 айға? Мен басымды изедім. Ол ар жағын тәптештеп сұрамадым. Неге барасың, мені ала кет деп те айтқан жоқ. Үйден әңдете балаша секіріп шықты да кетті. Бұл неге қуанады? Нияз барса мен де барам. Несіне қазір ауыртайын дегені ме? Осы ұйғарымым дұрыс па деп қалдым. Бұрынғысындай назданып, саусағымен шашымды тарап, құмарлығы артты да қалды. Мен сағынбаймын ба? Өзің білесің. Сенше, мен сағынамын. Сонда сен қалай жүресің? Сені алдырам. Осылайша жас балаша шол жаңдап сөйлеп мені шығарып салды. Пойызға мініп ап Москваға қарай зымырадым. Орысша айтқанда мен бір скучный, көңілсіз адамын. Карта, преферанс, шахмат сияқтыларға аса құштар емеспін. Бір кезде картаны талай ойнап, талай ұтылдым да ақыры қойып кеткем. Себебі қол шықпайды. Карта құмар ойыншылар не дейтінін білмеймін. Менің топшылауымша
қол шықпайтын адам тегінде болатын секілді. Бірде ұтып, бірде ұтылсаң қызық қой. Бірыңғай ұтыла берген соң адамның тауы шағылады екен. Сол сияқты шахматты да 2 жыл ұдайы ойнап, қисын теориясына дейін оқып, түрлі гамбиттердің жүрісін жатқа да үйреніп алғам. Ақыры одан да зеріктім. Менің көп жолдастарым бос уақыт табылса, не преферанс, не шахмат ойнайды. Әсіресе жол жүргенде терлеп тепшіп қызыл кеңірдек боп ертелі-кеш даурығып отырғаны. Жоқ, мен кітап оқығаннан, біреумен әңгімелескеннен аса рақатты білмеймін. Москваға келе жатқан купедегі жолдастарым карта ойнайық деп шақырып еді, бармадым. Іштей дүдамал боп байыбына жете алмай жүрген ойларым барды. Оңашада соның жібін тарқатып, қайтадан ширата ескім келді. Сағила маған неге өзгерді? Өзгерді деуге талассыз. Дәлелім қандай? Осы бір сұрақтарды карта ашқан сығандардай алдыма жайып сап жауап іздедім. Бұл жолы өзіме өзім батыл боп, іштегі бүкпе сырды ақтарғым келді. Оған әділдігім, батылдығым жетсе. Сағила өзгергені сөзсіз. Әуелі баста сонша назды да жібек мінезді жан еді. Мен дегенде үзіліп тұратын. Енді ол ашуланшақ та қатал. Кейде қытымырланып маңына жуытпайды. Аңдаусызда бір сөз айттым дегенше пәлеге қалғаны. Жылап, айғай сап есіңді шығарады. Бала дегенді бір жола ұмытып, шешесіне беріп құтылды. Ең болмаса көне бір барып бетінен де сүйіп тұрсайшы. Ол жоқ, бала таппаған адам секілді. Үй аңырап тұр, сәні кеткен. Тіптен мен болмасам былығып, қоқсығы аузынан шығатын салақ әйелдің тапты өзі. Әр киімі уқаланып, әр жерде жатады. Қолы тимейтін болар десең, күніне бір рет тамақ егеннен басқа үй шаруасына бұрылмайды. Репетиция бар, концертім бар деп сылтау тауып кетеді де қалады. Әлде Сағила өзгермеген болар. Үйде осында еркек шора боп өскен қыз. Маған бойы үйренген соң бұрынғы әуеніне басқанды. Жоқ, бұлай қара бояумен Сағила мінезін тым қарайта суреттеу кеміту Нияздың арына жата ма? Жан дегенде жалғыз жары. Я, ойлан, Нияз, деді іштей аңдушым қарсы дауласып. Біреудің ерке өскен жалғыз баласы тұрмыстың ашы дәмін татпаған асау әлі үйренер де ақылы түжіре толысар. Асығыс тұжырым жасап кейін ұялып қалма. Жақсы солайық болсын. Олай десең, мен жүрерде неге қуанды ол? Сонда бір құпия жоқ па? Басымды жастықтан кенет көтеріп алдым. Мүмкін бе? Әлде ол айнып басқа біреуді сүйіп кетсеше? Осы бір ой тікенде қадалып мазаны ала берді де Москваға жеткенше әуре сарсаң қылды. Келесі бір станциядан түсіп қап Павлодарға қайтып барсам, біреумен құшақтасып жатқанда дәл үстінен шықсам. Тісімді шықырлатып, жұдырығымды түйіп атып тұрып, купеден шығып кеттім. Толы келген ақсары мыс түстес бұйраланған шашы бар, мен қуралыптас әйел шылым тартып тұр екен. Түрім өзгеріп кеткен бе, маған таңырқай қарадым. Мен де арқамды беріп теріс айналдым. Терезенің суық шынысына бетімді тақап, пойызбен қатарласа жарысқан орманнан көзімді алмай тұра бердім. Ғапу етіңіз, әлгіде купеде медицина тақырыбын сөз ғып жатыр едіңіз. Дәрігер емессіз бе? Я, дәрігермін, дедім селқос жауап қатып. О, коллега екенбіз ғой. Доктор Сусана Михайловна Потоцкая деп танысты. Демалысқа Москваға бара жатқан дәрігер екен.
Бурабайда бір санаторийде өкпе ауруының маманы көрінеді. Ашық жайдары адам ба деп жобаладым, жатырқау жоқ. Бауырына тартып әкетіп барады. Дауылдай ұйытқыған көңіл толастап Сусанна Михайлованың сөзіне жас балаша үйі берді. О да менің көңілімде ақау барын сезгенде әр жеріңді бір басып түрпектеп тіл тиегін ағытқысы келеді. Мен де оны сынап қадала қараймын. Ысылған мәдениетті әйел екені жүріс-тұрысынан, сөз орамына, киген киімінен білініп ақ тұр. Москваға жақындағанда медицина тақырыбын тастап, әрқайсымыз өз мұңымызды шертіп, бірімізден біріміз ақылды сұрастық. Нияз Базилевич, сіз сүю дегенді қалай түсінесіз, деді ол. Екеуміз тағы да тамбурда жеке тұрмыз. Мен жымидым. Мәңгі ескермейтін жаңа тақырып. Шынын айтсам, бұл мәселеге шорқақпын, доктор. Бір қыз ұнап еді, үйлендім. Артынан соған өзім ғашық боп қалсам керек. Сусанна Михайловна да күлді. Ертеде Рим ақыны Катул айтқан көрінеді. Үйленген соң ғашық болма, ғашық болып үйленбе деп. Міне осыны білсем ғой, тонымды ала қашам. Ғашық болғаныңызды қайдан білесіз? Мүмкін айтқанын істеймін, қарсы келмеймін. Қызметтен қайтуын асыға күтем. Құмартап да отырам. Бұрын қыз күнінде олай құмартқам жоқты. Егер ол жазықсыз күйдірсе, қайтер едіңіз? Ақыл айтып түсіндірер ем. Ұрысар ма едіңіз, егер ол сізді тастап кетсе? Атамаңыз, деп шошынып, кейін шалқая бердім. Мысалы дейін, қайтер едіңіз, не істер едіңіз, не атылып, не асылып өлер ме едіңіз? Жоқ, жақсы, егер ол сіздің көзіңізге шөп салса ше? Мен сәл кідіріп, ойланып қалдым. Кешеден бері қиналып, жауап таба алмай жүрген сұрағым тағы да алдымнан шықты. Ал ақылды болсаң, жауап қайырып, тайсалма. Мен бе? Сіз. Сусанна Михайловна менің көзіме тесіле қарап, ауыз айтпаған сөзді көзімнен тапқысы келгендей. Айту қиын, ашу алдында. Жақсы, енді мен айтайын. Сіз оны сүймейсіз. Мен қар-қар күлдім. Күлмеңіз, деді Сусанна Михайловна. 6 ай өткен соң осы сөзімді есіңізге түсіріңіз. Кім оң болар екен? Сонда сөйлесейік. Әзірге айтарым, ұнау бар, сүю бар, екі басқа ұғым достым. Адам сүйген қызғыштай қорғайды, әлпештеп қадірлейді. Ең жақсы да, ең жақын да, басқадан артық та сол. Қызық екен, ал ұнату деген не? Көп адам ұнатып үйленеді де, артынан соған үйренеді. Мысалы, бүгінгі жастардың көпшілігі осылай өмір сүретін сияқты. Бір-біріне бойы үйреніп алса, адам сыйласудан қалады. Сыйласпаса, келісім жоқ жерде сенім бола ма? Ғапу етіңіз, коллега, осы айтқаныңыз өз сөзіңіз бе, жоқ біреуден оқып алдыңыз ба? Сусанна Михайловна кекесі емес пе дегендей сынай көз тастады. Мұны өмір тәжірибесінен шыққан қисын деп оғыңыз, коллега. Ғапу етіңіз, сізге бір сұрақ. Әйеліңіз сізге ұқсай ма? Мінезіме, түрі? Жоқ, оны неге сұрадыңыз? Меніңше, ерлі-зайыпты екеуі бір-біріне ұқсас болу керек. Қызық екен. Осы бір жайды менің де байқағаным бар. Көп адамның әйелі еріне ұқсас, соны не деп ұғасыз? Түрлер бет-әлпеті ұқсас келгендердің семьясы да тұрақты. Тегі мінездері де бара-бара ұқсаса егізденіп кете ме деймін. Өзіне ұқсап тұрған адамды бәлкім орасан жақсы көретін де болар. Сусанна Михайловна өте ақылды әйел көрінді маған. Москваға барған соң да хабарласып, театрға, паркке бірге барайық деп уәде байластық.
Москвада профессор Преображенскийдің клиникасында құлақ, тамақ, мұрынға операция жасауды үйрендім. Күнде сағат 9-да барып, күндізгі 2-3-ке дейін лекция тыңдап, түрлі операция жасап, көзді қандырып, қолды шеберлікке жаттықтыра бердім. Әсіресе кеңірде көмекей операциялары маған қиынға тиді. Бұрын дәрігер деген атым болмаса, көп жайдан хабарым жоқ екеніне қатты өкіндім. Өзім қатарлы құрбылас дәрігерлердің қолы анағұрлым епті де батыл. Мен кейде аурудың диагнозын да қоя алмадым. Студент күнімде 1-2 науқас адамның көмейіне үңілдіріп, мынау рак, мынау фиброма деп шала шарпы көрсеткенім